Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Жетіге қарсы қазір көптеген ойындар қазір ойналады. Солардың бірі мысалы 56 ойыны. Ол қайсы ойын десеңдер, мысалы ол қазіргі мысалы жетімен ойнағанда 98, сосын 66, 87, 1-2, сосын осы 56 ойнап 6 мен 7 тұздың айырбасы. Бұл ойын қазіргі таңда өте терең зерттелген ойындардың бірі. Оның әртүрлі варианттары бар. Және бұл ойындарды қазір ойыншылар жақсы зерттеп, өте жиі қазір ойнайды. Енді қарасақ, тағы бір ойын бар, ұқсас сәл. Олда да 7 мен 6 тұздық айырбасады. Бірақ бұл ойын әлі терең зерттелмеген. Мысалы, осы ойынға қарағанда, ана ойын әлі ойналмады деп айтуға болады. Бірақ жағдайы бірдей деп айтуға болады. Мүмкін позиция жағынан мүмкін сәл әлсіздеу шығар. Оны ол жағын дұрыстап қарап алыңдар. Сондықтан сіздерге сол ойынды дұрыстап зерттеуге кеңес беремін. Ал қарап көрейік, ол қандай ойын екен? Бұл ойындарда жетіге қарсы енді 9-бен емес. Ол жерде жетімен жауап береміз. Осын 99 жүгесін 91-де емес, 89 емес, 1-2. Кейін, әдеттегідей олар 78 жүргенде, ол жерде 57 ойнамаймыз. 67 ойнамаймыз. Ол жерде ойынды сәл өзгертіп, 97 ойнаймыз. 97 ойнағасын немін жақта ақтарға 6 мен 7 тұздық айырбасын ұсынамыз. Егер басқа жүріс деген жағдайда қаралардың жағдайы жақсы болады. Енді ақтар көбінесе бұл жерде ондай басқа жүрісті жасамай, тұздық қоймай бірге, одан да 6 тұздық қояды деп ойлаймын. Өйткені бірге тұздық қойғанда қаралар басымдылыққа ие болады. Енді осы жерде қаралар тұздық қойып жетіге, жағдайында теңеледі. Тастары өзі бірдей. Мысалы, ана вариантта кейбір жағдай тіпті 10 тасқа қалып отырады қаралар. Бұл жерде тастары ең басы кезінде тепе-тең болады. Жалпы 6 мен 7 тұздық айтсам, 6 мықтырақ, бірақ та олардың айырмашылығы онша көп емес. Мысалы, егер 6 мен сіз 3-ті салыстырсаңыз, онда айырмашылық көп. Мысалы, немесе 6 мен 8 тұздығын салыстырсаңыз, ол жерде айырмашылық өте үлкен. Бірақ 7 мен 6-ның айырмашылығы сәл ғана. Және бұл жерде кім жүріске жақсы ойнайды, сол жақ ұта алады. Мысалы, сіздер 6-1-де жүріспен тасты ойлап жүрсеңіз, мысалы, ол қанша тас жинайды, жүріспен ұтпай ма? Бұл жерде тек қана жүріске ғана дұрыстап ойнасаңыз жеткілікті. Тіпті жақсы болған жағдайда қаралар тас жинауға да кетіп қалуы мүмкін. Ал жалпы осындай қызықты ойын. Осы ол жерде бастамасы осылай басталады. Ары қарай сіздерге осыны терең зерттеп алуға кеңес беремін. Алдағы уақытта Rapid пен Blitz ойында сіздерге сәттілік тілеймін. Оны қолданып, қарсыластарыңызды осындай ойынмен ойнауға кеңес беремін. Ал назарыңызға рахмет сіздерге. Қош сау болыңыздар.